Мен көрсеткелі тұрған ғимаратты түркістандық тұрғындардың білмеуі мүмкін емес. Себебі бұл ескі ғимарат бұрындары әкімдіктің қарамағында болған. Қазіргі таңда бұл ғимаратта құрылыс жұмыстары жүріп бос жатыр. Бүгінгі таңда су жаңа жөндеуден өткен ғимараттың жағдайы адам сенгісіз кейіпке түскен. Сонда былтыр қалалық бюджеттен арнайы қаржы бөлініп, қолға алынған жөндеу жұмыстарының күлі көкке ұшқаны ма? Әлде 250 миллионнан астам мемлекет қаржысы біреулер үшін 250 теңгедей ақ әсер қалдырып отырған болар. Түптеп келгенде топалаңы шыққан мүлік әкеден қалған мал емес. Көпшілікке тиесілі дүниені қайтадан қалпына келтіру қажет. Әкімдіктің ескі ғимаратына 250 миллионнан астам қаражат бөлініп, 2019 жылы толық жөндеу жұмыстарынан өткен болатын. Ал дәл қазіргі уақытта осы ғимарат әкімдік тарапынан нарықтық баға бекітіліп, 313 миллион теңгеге сатылымға шығып отыр. Бірнеше жылдан бері халықтың игіліне жұмыс атқарып келген ғимараттың жағдайы осымен аяқталып тынбай тұрғанда, Түркістан облысының прокуратурасы аталған ғимаратты жекешелендіру процесінің заңдылығына тексеру жүргізіп, тиісті құқықтық бағасын берсе болар еді. Қалалық әкімдік ескі нысанды сатуға неге құштар болған тағы да түсініксіз. Себебі әкімдіктің дайын тұрған, не болмаса жаңадан салынған өздеріне тиесілі ғимараттары да жоқ. Ал бүгінде Түркістан қалалық әкімдігі осы бір ғимаратты мекендеп отыр. Ал бұл ғимараттың өзі кезінде мәдени этнографиялық орталық музейге тиесілі болатын. Әкімдіктің тарихи жәдігерлер сақталған мекенге қоныстануы көпшілік үшін жақсы жаңалық болмады. Бүгінде ақшаға сатып ала алмайтын құнды дүниелеріміз жарқырап көрініп тұрудың орнына жертөледе шаң басып жатқан көрінеді. Жай ғана шаң басып жатса ғой, құнды дүниелеріміз әр жерде шашылып аяқ астында қалуда. Оның үстіне Түркістанды туризм, руханият және музейлер орталығына айналдырамыз деп жүргенде, бетке ұстар мәдени ошағымыз әкімдікке айналып кеткенін қалай түсінуге болады?